Бүгінгі видеода мен сіздерге Word құжатта егерде пароль тұрса, сол парольді қалай алып тастау керек, осы жөнінде көрсететін боламын. Мысал ретінде мен мына құжатты аштым. Бұл құжатта менен пароль сұрап тұр, иә. Енді мен бұл құжатты бірнеше рет пайдалану үшін, қайта-қайта парольді жазып жібермес үшін парольді алып тастауым қажет. Әсіресе бұл осы оқу жылының соңында 9-11 сыныптарда қорытынды аттестаттау емтиханын тапсырған кезде осы жағдай жиі кездеседі. Ол үшін бірінші бізге құжатқа берілген парольін енгіземіз. Одан кейін барып ОК батырмасын басқанда бізге құжатымыз ашылады. Енді ары қарай парольді алып тастау үшін файл батырмасына басамыз, және де сведения бөлімінде, міне ақпарат сведения бөлімінде защита документа, яғни құжаттың жаңағы қорғалуында пароль енгізілген деп тұр. Осының үстіне басамыз. Одан кейін жаңағы зашифровать использованием пароля батырмасына басу арқылы мына жерде пароль берілген, осы парольді өшіріп тастап, ОК батырмасын бассақ, міне жаңағыдан сары белгіше алынып қалды. Яғни біздің құжатымыз парольден алынды. Келесі жолы оны ашқан кезде біз парольсіз ашып пайдалана берсек болады.